Арктика қорғаушылары. Сонау Арктикада Тайгавиль деген қала бар. Қалың қар жамылған қалашық. Онда бәрі бірін-бірі таниды. Бұл мен, әне ана жақта. Көрдіңдер ме? Менің атым Свифти. Мен поляр түлкісімін. Біз сияқтылар көзге түспеу үшін жаратылған. Оп, түсінікті ме? Мүлде көрінбейміз. Неге үнемі ақ киесіңдер дейсіңдер ғой? Былай айтайын, менің ата-бабам ескішіл адамдар болған. Көзге түспеу қауіпсіздік кепілі дейтін. Көзге түспесең, асқазанға түспейсің. Ылғи айтатындары осы еді. Бірақ менің ойымша, көзге түспеу. Сәлематсыз бе, Бұқа мырза? Бұл енді жай көзге елемеу. Балалар болса, назардан тыс қалғысы келмейді. Мен де көзге түскенде, мені мақтағандарын қалайтымын. Әлгі осылар сияқты. Алғыр төбеттер секілді. Дюк, Дакота және Дасти. Тайгавильдің ең жарық жұлдыздары және оның ең көрнекті тұрғындары. Олар көзге түспейді деп мүлде айта алмайсың. Ой, кешір. Қазір жасап берем. Сәл күте тұр. Мәста. Рахмет. Алғыр төбеттер сәлемдеме жеткізгенде әрдайым қуанатынбыз.